Бәріңізге сәлем. Бүгін біздер пицца дайындайтын боламыз. Қараңыздар, өте дәмді, жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Шынымен де өте тез дайындалады. Осы рецептпен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен біздер жылы суымызға ашытқымызды саламыз, яғни дрожжды. Сосын үстіне қант және тұзымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне шағу майымызды құямыз да, тағы да араластырып, сосын үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды кішкенеден салып отырыңыздар, сонда қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырымыз жақсылап иленген кезде қолымызға мүлдем жабыспайтын болады. Мен басында осылай қасықпен араластырып алдым да, кейіннен қолмен араластыруға көштім. Сонда оңай әрі тез болып шығады. Міне қараңыздар, қамырымыз мүлде қолымызға жабыспайды. Енді бұл қамырды жылы жерге қойып қоюымыз қажет. Мен 2 пицца жасайтын боламын, сондықтан оны 2-ге бөлдім де, қамырымызды оқтаумен жайып, осылай противеньге салып қойдым. Противеньге салғаннан кейін қамырымыздың жан-жағына кішкене осындай бортик жасайтын боламыз. Қолымызбен қараңыздар, мына видеода көрсетілгендей. Сол кезде бортигіміз духовкада кішкене көтерілген кезде ол пиццериядағы пиццаға ұқсайтын болады. Сондықтан да осылай жасауға сіздерге де кеңес беремін. Енді қамырымызға кетчупты жағамыз. Мен кетчуптың орнына томат пастасын қолдандым. Бұл әркімнің қалауы бойынша болады. Енді начинкасына келетін болсақ, мен начинкаға шұжықпен және қиярды салатын боламын. Қияр менде маринованный қияр, яғни консервадағы қияр. Міне осылай көбіктап кесіп қойдым да салдым. Енді бұл ыдыста менде 1 жұмыртқа және көз мөлшерімен майонез салып, екеуін жақсылап араластырып қойдым. Араластырып қойғаннан кейін осылай пиццамыздың үстіне құйып шығамыз. Ал сырымызды мен үккіштен өткізіп қойдым және үккіштен өткізгеннен кейін осылай пиццамыздың үстіне саламыз. Енді бұл қасықта менде сары май. Сол сары майды пиццаның ішіне кішкене көбіктарға кесіп қойып салатын боламыз. Бұл сары май бізге пиццамызды сочный етуге көмектеседі. Сондықтан да салу менің ойымша міндетті деп ойлаймын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмауларыңызға болады. Енді бұл пиццамызды 180 градуста қызып тұрған духовкаға 10 және 20-30 минут аралығында қоямыз. Міне қараңыздар, пиццамыз пісті. Менде 20 минутта піскен болатын. Міне уже кесіп қойдым. Қазір сіздерге ішін көрсететін боламыз. Наны толықтай піскен, өте дәмді жұп-жұмсақ болып шықты. Ал бұл рецепті ұмытып қалмау үшін, немесе жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп, бұл видеоға лайк басып қой. Достар, қараңыздар, қандай нәзік, қандай әдемі жұп-жұмсақ болып шықты. Шынымен де осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мүлдем өкінбейсіздер. Осы рецепті, именно проверенный рецепті сіздерге кеңеске беремін. Ал бұл рецепті ұмытып қалмау үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қой.